Жаңада бір сумка біреуге тегінге сап беріп жібердім. Неге? Сауатта керек қой енді. Мыналар 50 теңгеден береді. 50 теңгеден? Мыналар 100 теңгеден. О. Біздің де қазақтың жігіттері сендер. Ассалаумағалейкум отандастар, сіздермен бөтен емес жобасы. Бұл канал немен айналысады деген сұраққа жауап берейік. Біз қолымыздан келгенше көмекке мұқтаж жандарды тауып, оларға кішкене болсын қол ұшын беруге тырысамыз. Яғни ол материалы жағынан болуы мүмкін, ол қандай да бір сөзбен көмек болатын шығар. Маңызды емес, ең бастысы кішкене болсын сол адамға бір серпіліс беру. Жоба өз күшімізбен жасалып жатыр, және бұған қолдауларыңыз тек қана сіздердің лайктарыңызбен, сіздердің біздің каналға тіркеліп жазған комментарияларыңыз біз үшін үлкен көмек болмақ. Сондықтан да жоба ұнаса лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, және біздің Instagram парақшамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Бұл жерде көп ақпарат берілетін болады. Ендеше екінші шығарылым назарларыңызға. Саламатсыздар ма? Балаларға киімдер бар ма, апа? Мынаның ішінде актер бар. Неше столдар? Қыздарға ол. Қыздарға, балаларға. Бұлар киім ашын. Мыналар 50 теңгеден береді. 50 теңгеден? Мыналар 100 теңгеден береді. Не деген баға бұл? 50 теңгеге көйлек таппайсың ғой. Не істейін, қалқан маған өткені пайда жаны. Өзім ауырып лечение алып жатырмын. Мынандай әдемі көйлек. О, беріңіз. Одан сәл бір не? Мен біраз киім алайын деп едім. Так. Сондай нәрселер бар. Оннан қара киса басып кеткен олай менен. Аттақ өлкен футболка бар. Жуып жіберсең ештеңе етпейді ғой оның барлығы. Кететін нәрсе бұлар. Үйдегі іні қарындастарға, ауылдағылардың барлығына беріп жіберейік қазір. Так, бір пакетіңіз ба үлкендеу, бір нәрсе беріңіз, мұнан барлығын салатын қазір. Мен алған заттарымды есептеп, сосын. Отыра беріңіз, онда біз ала саламыз. Қай жерде бар? Қайтаны қараны? Су ғой анау не? 800-ден олар. Мынандай болмай ма балдарға? 400-ге береді. Жақсы екен. 400-ге берем, ал. Бере салыңыз. Сен бере жатарым. 400. Сдача бермей ақ қойыңыз. Атың не? Ау? Атың не? Атың Біржан. Біржан? Иә. Құран оқимын да 100 теңгеге. Рахмет, апа. Алғандан сен атын сұрап алу керек, реза қылып берген адамны. Рахмет, апа. Қайырына нетіп. Иә, атын айтып. Айтмады. Үйде ана ауқат жейміз, сол кезде атын айтып. Рахмет үлкен, апа. Рахмет. Өткен Ауырмаңыздар. Иә. Мынау да сіздікі ғой барлығы. Так, мынадан бастай берейік, бағасын айтып, шетінен есептей беріңіз. 100 теңге. Нелерін көр, состанелерін, нелерін. Балалар көріп алады ғой. Нелерісіні. Кетпегінде қалқан бір жерін не болмасын. Оны киген кетсе, көрсе біреу айтады. Оңбағаннан қандай имансыз ертемесін мені. Айтады. Мынандай да, мындай. Мода жүріп. Иә. Білесің да оны? Оны кішкентайлар. Қоя беріңіз, осы жерге есептей беріңіз, барлығын бірге. Оны да ма? Барлығын, иә. Майда. Мына жерден салқын емес папа, жаурамайсыз ба? Жаурайым қалқан. Жаурап жатырмын соған. Жаңа ауырып жатырмын дедіңіз, қай жеріңіз ауырып жатыр? Не болып қалды? Ауырғанда
Короче, біздің возрастқа қарай не ғой? Нешеде жасыңыз? Жас сияқтысыз ғой. А? Қаншадасыз? 60-ға кетіп қалдым. 60-ға келіп қалдыңыз ба? Мына жаққа қоя беріңіз, бәрін есептей беріңіз. Шетінен барлығын. Мен есептегенде ше былай. Мынаны үштігіні былай біреу екеу айтсай сен. Жақсы, санын айта берейік па? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Былай етеміз да. Мыналар 50 теңгеден. Болды, сол бөлек қояйық онда. Төртеу, екеу, мынау қанша? Мына екеуіні. Мынаны ше мен беруге 20 теңгеге ұялып жатырмын бұлар. Замолғы зың да бұл. Қанша, 100 теңгелік па бұл? Жоқ, 20-ға беруге ұялып жатырмын саған. Неге? Мындай мыңғырымындайсы бар да. Ой, апа, ауылда оны кім білет? Ауылды киіп тастайды ғой балалар. Әне қарындастар өте көп. Қонаққа бар жатырмын, барын апарып тастайын бар. Так, мыналар. Былайға қоса сал. Так. Аға, о, мына жақта көйлек курткалар көп екен ғой. Солардан қарайық. Қыстық киімдерден. Так. Сіздерді абыржып қоймайын ба, я мен? Жоқ, апай. Біз ауылға как раз киініп алып жүргенбіз. Қазір бәрі басқа біреуден аламыз ғой, соны бір жерден алып кете салайық деп жатырмыз да. Бәрін салып машинаға апарып. Бұны 50-ге тастай сал. Вешилкасын алып қасам бола ма? Алып қалыңыз, я. Керек емес вешилка. Вешилка керек емес. Бұл вешилкамда өзім істемес әрқайсына сұра болған. Жоқ, вешилка қажет емес бізге. Бұл қанша? Жаңада бір сумка біреуге тегінге сатып беріп жібердім. Неге? Сауатта керек қой енді. Мындай тегінде тяжелый кісі, әйел кісі. Жүрегім ауырады. Өзім осылай болып тұрсам да, ну. Бабушка, бабушка. Понравилось? Возьмите. Я оплачу. Попробуйте. Если подойдет, возьмите. Я оплачу. Барлығы Катя апай деп атап кеткен Шарапат апамыздың жағдайын өзімен бірге жұмыс жасайтын жандардан естіп білген болатынбыз. Ешкімге жалынбай, ешкімге салмақ салмай, әрең дегенде өз күнін өзі көріп жүргеніне қарамастан, Шарапат анамыз қолынан келгенше мұқтаж жандарға қол ұшын созатын жан. Сол себепті біз ол кісіге бармас бұрын азын аулақ азық түлік алып қойған болатынбыз. 39, 40, 41. Бағанағы куртканың несі еді? 41. Мынау қанша еді? Біз кім еді? Ана кісінің кім еді? Жоқ, менікі ол. Бұл 50 теңге екпеді? Сала-сал 42. 42. Бұлар 20 теңге ектер еді. 42, 50-ден 2100. Қостың ба наған? Болды, қажет жоқ bazda айтыпсың. Қаншамыз атты бізге түсіріп бердіңіз ғой бағасын. Заттарын барлығын. Айтқаныңыз келсін. Айтқаныңыз келсін. Ауылдағылар бір қуантып қояқшы деп едік қой. Қазір. Тауарыңыз қалмады ма? Қайтатын шығарсыз енді. Енді қайтқан енді. Осы Шымкентте тұрасыз ба? Иә, мен Қамдезінде тұрамын. Күнде осы жерге келесіздер ма? Бұл күндер шықпай қалам, көп күн. Неге? Ауырымда. Қай жеріңіз? Падырышқамендемін, өзім үйімде тұрамай жатырмын, отыншы жоқ. Отын жоқ дейсіз ба? Падырышқам болғанда даже мен қызым қатарым. О да бір өзім, мен де бір өзім. Үйім ысынаған деп жатты, үйімде дискені алам. Үйге бар жатам, еще ауырым, суықта үйім. Суықта ба? Үйіңіз бар ма негізі? Квартира, үй жоқ, квартира. Документ жоқ? Неге? Жоғалып қалған ба? Паспорт неге жоқ апа? Менікі болған, мен Өзбекстанда өзі жеп, мен қызарым папасы осы несіне қоя. Біз бір жағдайлармен ұяққа кеттік. Өзбекстанға ба? Өзі қайнатам, қайненем жауабында рұқсат беріп жіберді ұяққа. Кейін қайтты ұяқ келдік 17 жылдан кейін. Сонымен ұяққа келгенек. Енді ұяқты Өзбекстан шотында болдық емес. Енді ұяқ келгенек. Көктем кезінде участковыйлар айламады ғой.
өзбекстанскийлар барма деп. Сол кезде кішкене қызым шығарып беріп қойғанда бар документ бір пакетті полный шығарып бергенде екі қызым метркесі менің полный документім бәрін неғын кейін айтқан кішкенен кейін Абайскеровадан барасыз да штрафын төлеп алып кетесіз дегенде қызым айтқан бұл содан кейін кішкенен кейін мен бара алған жоқпын кейін айтты 72 мың алып келесің да Штрафы ма? алып кетіп кейін сразу бұяқан не Қазақстан несіне өтесің деді. Сіз қазір сол Өзбекстанның несінде тұрсыз ғой? Өзбекстанның несінде еді. Сонда Қазақстанның азаматтығы қазіргі таңда сізде жоқ болып тұр ғой? Жоқ қой қазір ешнәрсе. Өзбекстанда жоқ, мына Қазақстанда жоқ. Енді бір өмірдің несіменен ажырасқанымызда бала турасында. Ұл балам жоқ деді, екі қыз кісінің адамы деді да. Бұл кісі кейін бұяққа келіп басқа семья қылды. Қазір араласпайсыздар ма? Жоқ, араласам. Араласпағанда мен ол кісіге бір кездері нетіп тұрам. Андай жұмыста істеймін да, бұяқа жолда өткенде нәрсе тастап өтем, тамақтамақ, нетіп. Ол кісінің жағдайы дұрыс па? Ол кісі қиын ба? Катя апай, бізде мына кішкене азық түлік бар. Осыны сізге беріп жіберсек, мына жерде кішігірім көп нәрсе емес, мына жерде жұмыртқа, май, шай, келке, макарон, конфет, печенье деген сияқты, сүт, әсел. Апа, мына жерде жаурап, тұрсыз қой қанша уақыт. Барлығы жақсы болады. Кішкенерек аузын алақ, апа. Сіздің жаңа ниетіңізге, апа, барлығы. Рахмет сізге. Сізде апаларымыз бар кезде барлығы жақсы болады бізде. Жыламаңыз. Жыламаңыз. Машинаға салып тастайық қазір. Қазір алып кетемін. Жыламаңыз, апа. Катя әпше, бәрі жақсы болады, уайымдамаңыз. Бұл не бұл? Шапан ба? Шапан. Бұған төлеген жоқпыз ғой біз. Жоқ, сөйлемеп. Апамыз жылатып қойдық байқамай. Кешірім сұраймыз. Катя апамыз жылатып қойдық. Айтқаныңыз келсін, апа. Қазіргі үйіңізге барып, мүмкін қандай да бір көмек керек шығар. Біз сізбен байланыста болайық. Қолымыздан келгенше көмектесек, документ мәселесін шешуге болады. Шешейік. Сіз рұқсатыңыз берсеңіз. Егер қашанда звондасаңыз, мен үйіме келем. Айтып отырмын, қазір. Бәрі жақсы болады. Алла разы болсын. Уайымдамаңыз, апа. Сіз жалғыз емессіз. Соны біліңіз, сіз жалғыз емессіз. Біз біргеміз. Бәрінде бақытты болыңдар, жаным. Алла разы болсын. Ата-аналарыңа рахмет. Сендерді баққан, қаққан. Рахмет, апа. Уайымдамаңыз. Сіз жалғыз емессіз. Біз көмектесеміз. Көмектесеміз. Содан бері осындай жағдайда қалдым. Бәрі Жылға реттеледі. қарып атқан. Барлығы реттеледі. Біз шашадан. Квартплат төлейміз. Барлығы жақсы болады. Сіз жалғыз емессіз. Соны біліңіз. Сіз жалғыз емессіз. Бақытты болыңдар бәрінде. Айтқаныңыз келсін. Ата-аналарың Ең- қуанышты болып жүре беріңдер, жаным. Ең басты ауырмаңыз, мойымаңыз. Барлығы да дұрыс болады. Барлығы дұрыс болады. Барларыңа шүкір, жаным. Қазақтың осындай балдар бар екен. Жақсы. Апамыз жылатып алдық, байқамай. Осындай жастардың мейірімді болғанына қуан сен қайта. Өз жаным айналайын. Құдайдан қайтсын. Жақсылықтарың бәрі айналайын. Алдарыңнан Қандарыңыз. жақсысын Алла. Рахмет үлкен. Айналайын. Балаларың қызығын көріңдер. Бақытты болыңдар бәрі. Айтқаныңыз келсін. Рахмет үлкен. Рахмет. Ата-аналарыңа рахмет, жаным. Сендерге осындай тәрбие берген. Рахмет.
Біздің де қазақтың жігіттері бар екен, жылап тұр, азаматтар жан, сендер. Жыламайын енді. Қойшы қайтапшы болды, ұйықтамасаңыз, Болды, апа. Жыламаңыз. Мынаны қайда апарайық? Жеккізіп берейік па? Болмаса сіз жеккізіп салайық үйге. Мына жер жұмыстарыңызды бітіріп алыңыз, біз күте тұрайық сізді. Иә, жинал, осы Иә? батареяма Күте тұрың. Мына жер жинастырып реттеп алыңыз, біз мына машинаға салып реттей берейік. Сосын апарып тастайық сізді. Бәрі жақсы болады. Сенесің бе? Бақыттың құшағына енесің де, әлі талай самғайсың, ұмтыласың, қуаныштың жүрерсің кемесінде. Бұл өлең жолдарының автор кім екені белгісіз, бірақ біздің жобамызға дәлме-дәл келетін сияқты. Құрметті отандастар, айналамызға мейіріммен қарайық, жақсылық жасауды ұмытпайық. Сонда ғана біздің еліміз, біздің халқымыз керемет, қуанышты өмір сүретін болады. Сіздердің кішкене ғана болсын үлестеріңіз олардың өмірін қаншалықты өзгертіп жіберуі мүмкін екенін сіздер елестете алмайсыздар. Осымен екінші шығарылым тәмам. Біздің Instagram парақшамызға тіркеліңіздер және де біздің YouTube парақшамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсаңыздар, бізге одан асқан қолдау жоқ. Үшінші шығарылымда жолыққанша аман сау болыңыздар.